Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 29-шы, 130-шы сабағымызды бастаймыз. Өзіңді тексер, мен өзімнің жетістіктерімді тексеремін. Білу. 2, 3 таңбал сандарды бір таңбал санға көбейту және бөлу алгоритмін білемін. Көбейтуді орындап, алгоритмді толықтыр. Қараңыздар, 143-ті 2-ге көбейтеміз. 3-ті 2-ге көбейткенде 6 болады, 4 2 8 болады, 1 2 2. Жауабы 286. Енді біздер оны алгоритмдерді толықтырып, көбейтуді қалай орындағанымызды жазайық. Бірінші көбейткіш 143, бірліктің астына екінші көбейткіш 2-ні жазамын. Бірліктерді көбейтемін. 3-ті 2-ге көбейтемін, 6 болады. 6 санын бірліктерін астына жазамын. Одан кейін ондықтарды көбейтемін, 4-ті 2-ге көбейтемін, 8 болады. 8 санын ондықтардың астына жазамын. Жүздіктерді көбейтемін. 1-ді 2-ге көбейткенде 2 болады, 2-ні жүздіктердің астына жазамын. Жауабын оқимын. Жауабы 286. Түсіну. 2, 3 таңбал сандарды бір таңбал санға көбейту және бөлу алгоритмін қалай қолдану керектігін түсінемін. Баған түрінде есептеп, тексеруді орында. 235 бөлінген 5. 2-ні 5-ке бөле алмаймыз, сондықтан 23 аламыз. 23-ті 5-ке бөлгенде 4-те береміз. 4 5 20. 23-тен 20-ны азайтқанда 3 болады, 5 жазамыз, 35 болады. 35-ті 5-ке бөлгенде 7 болады. 7 5 35. Азайтқанда 0, жауабы 47. Тексереміз. 47-ні 5-ке көбейтеміз. 7 5 35, 5-ін жазамыз, 3-і ойда. 4 5 20, 3 қосқанда 23. Жауабы 235. 364 бөлінген 4. 3-ті 4-ке бөле алмаймыз, сондықтан 36-ны 4-ке бөлеміз. Ол бізде 9 болады. 9 4 36. Азайтқанда 0, одан кейін 4 жазамыз. 4-ті 4-ке бөлгенде 1 болады. 1 4 4. Азайтқанда 0, жауабы 91. Тексереміз. 91-ді 4-ке көбейтеміз. 1 4 4 болады. 9 4 36. Жауабы 364. 195 бөлінген 3. 1-ді 3-ке бөле алмаймыз, сондықтан 19 аламыз. 19-ді 3-ке бөлгенде 6 болады. 6 3 18. Азайтқанда 1 шығады, 5 жазып қоямыз. 15-ті 3-ке бөлгенде 5 болады. 5 3 15. 15-тен 15 алғанда 0 шығады, жауабы 65. Тексереміз. 65-ті 3-ке көбейтеміз. 5 3 15, 5-ін жазамыз, 1-і ойда. 6 3 18, 1 қосқанда 19 шығады. Жауабы 195. 68 бөлінген 2. 6-ны 2-ке бөлеміз, 3 болады, 2 3 6. 8 2-ке бөлгенде 4, 4 2 8. Азайтқанда 0, жауабы 34. 34-ті 2-ке өтеміз, 4 2 8, 3 2 6. Жауабы 68. Қолдану. 2 3 таңбал сандарды бір таңбал санға көбейту және бөлу алгоритмін қолданамын. Амалдары бойынша баған түрінде есепте. Ең бірінші шақшаны орындаймыз, одан кейін екінші шақшаны орындаймыз, одан кейін бөлуді орындаймыз, көбейтуді орындаймыз, одан кейін қосуды орындаймыз. 104-ке 552-ні қосамыз. 4-ке 2 қосқанда 6 болады. 0-ге 5 қосқанда 5 шығады. 1-ге 5 қосқанда 6 болады. 656 болады. Екінші амал 980-нен 352-ні азайтамыз. 0-ден 2-ні азайтылмаймыз. 8 ондықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 ондықты көмек береді. 1 ондық 10 бірліккеден. 10-нан 2 алғанда 8 болады. 7-тен 5 алғанда 2 болады. 9-дан 7 алғанда 2 шығады. 228 шығады. Үшінші амал 656-ны 4-ке бөлеміз. 6-ны 4-ке бөлгенде 1 болады. 1 4 4. 6-дан 4 алғанда 2 болады, 5 жазамыз. 25 4-ке бөлгенде 6 болады, 6 4 24. 25-тен 24 азайтқанда 1 шығады, 6-ны жазамыз. 16-ны 4-ке бөлгенде 4 болады, 4 4 16. Азайтқанда 0. Жауабы 164. Төртінші амал 228-ді 2-ке өтеміз. 8 2 16. 6-ны жазамыз, 1-і ойда. 2 2 4, 1 қосқанда 5. 2 2 4 болады, 456 шығады. Бесінші амал 164-ке 456-ны қосамыз. 4-ке 6 қосқанда 10 болады. 0-ін жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 6 қосқанда 7, 7-ге 5 қосқанда 12, 2-сін жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 1 қосқанда 2, оған 4 қосқанда 6 болады. Жауабы 620. Талдау. Есептеу үшін жазбаша немесе ауызша тәсілдердің қайсысын қолданған дұрыс екендігін анықтай аламын. Есепті шығар. Көркем еңбек сабағы үшін 60 теңгеден 6 қорап ермексаз және 224 теңгеден 4 түрлі түсті қатырғы қағаз сатып алынды. Қатырғы қағазға қарағанда ермексазға қанша теңге кем төленді? Ермексаз 60 теңгеден 6 қорап, қатырғы қағаз 224 теңгеден 4 дана. Қаншаға кем екенін табуымыз керек. Шешуі 224-ті 4-ке өтеміз. Ол бізде 896 болады. 60-ты 6-ға өтеміз, 390 болады. Оларды азайтқанда 536 шығады. Жауабы қатырғы қағазға қарағанда ермексазға 536 теңге кем төленді. Жинақтау. Жазбаша есептеу тәсілдеріне өрнектер құрастыра аламын. Өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап. Қараңыздар, қосылғыш беріледі, біздер қосының мәнін табуымыз керек. 357-ні 2-ке көбейтеміз, қосылған 65-ті 5-ке бөлеміз, оларды қосамыз.
357-ні 2-ге көбейтейік. 7, 2, 14, 4-ін жазамыз, 1-і ойда. 5, 2, 10, 1 қосқанда 11, 1-ін жазамыз, 1-і ойда. 3, 2, 6, ойдағы 1-ді қосқанда 7, жауабы 714. 65 бөлінген 5. 6-ны 5-ке бөлгенде 1 болады. 1, 5-ін 5. 6-тан 5 алғанда 1 шығады, 5 жазып қоямыз. 15-ті 5-ке бөлгенде 3 болады. 3, 5, 15. Азайтқанда 0, жауабы 13. Енді біздер 714-ке 13-ті қосамыз. 4-ке 3 қосқанда 7 болады. 1-ге 1 қосқанда 2 болады. 7-ні жазып қоямыз. Жауабы 727. 354 бөлінген 3 қосылған 29. 354-ті 3-ке бөлеміз. 3-ті 3-ке бөлгенде 1 болады. 1, 3, 3. 5-ті 3-ке бөлеміз. 1, 1, 3, 3. 5-ні шалғанда 2 болады. 4 жазамыз. 24-ті 3-ке бөлгенде 8 болады. 8, 3, 24, азайтқанда 0, жауабы 118. Енді біздер 118-ге 29-ды қосамыз. 8-ге 9 қосқанда 17 болады. 7-сін жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 1 қосқанда 2, оған 2 қосқанда 4 болады. 1 жазып қоямыз, жауабы 147. Ән нұсқасы азайғыш беріледі, азайтқыш беріледі. Біздер айырманың мәнін табуымыз керек. 29 көбейтілген 3 азайтылған 32 көбейтілген 3. Мына жерде 9, 3, 27 болады. 7-сін жазамыз, 2 ойда. 2, 3, 6, 2 қосқанда 8, 1, 3, 3. 387 шығады. 32 көбейтілген 3. 2, 3, 6, 3, 9, 96 болады. 387-ден 96-ны азайтамыз. 7-тен 6 алғанда 1 болады. 8-ден 9 азайтылмаймыз. Сондықтан 3 жүздіктен көмек сұраймыз. Ол бізге 1 жүздікті көмек береді. 1 жүздік 10 ондыққа тең. 10-ға 8 қосқанда 18, 18-ден 9 алғанда 9 шығады. 2-ні жазып қоямыз. Жауабы 291. 780 азайтылған 156 көбейтілген 4. 156-ны 4-ке көбейтеміз. 6, 4, 24, 4-ін жазамыз, 2-сі ойда. 5, 4, 20, 2 қосқанда 22, 2-сін жазамыз, 2-сі ойда. 1, 4, 4, 2 қосқанда 6 шығады. 6, 24 болады. 0-ден 4 азайтылмаймыз. Сондықтан 8 ондықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 ондықты көмек береді. 1 ондық 10 бірлік келеді. 10-нан 4 алғанда 6 болады. 7-ден 2 алғанда 5 шығады. 7-ден 6 алғанда 1 шығады. Жауабы 156. Бағалау. Есептеулердің дұрыс орындалғанын тексере аламын. Есептеулерді тексер. Жіберілген қатені түзет. 165 көбейтілген 3. 5, 3, 15, 5-ін жазамыз, 1-і ойда. 6, 3, 18, 1 қосқанда 19. 9-ын жазамыз, 1-і ойда. 1, 3, 3, 1 қосқанда 4 болады. Жауабы 495. 740 бөлінген 4. 7-ні 4-ке бөлгенде 1-ден береміз, 1, 4, 4. 7-ден 4 алғанда 3 болады. 4-ті түсіреміз, 34 болады. 34 4-ке бөлгенде 8-ден береміз. 8, 4, 32. 34-тен 32 алғанда 2 болады. 0 жазамыз. 24-ке бөлгенде 5 болады. 5, 4, 20, азайтқанда 0 шығады. Жауабы 185. 628 бөлінген 2. 6-ны 2-ке бөлеміз, 3 болады. 2, 3, 6. 2-ні 2-ке бөлеміз, 1, 1, 2, 2. 8 2-ке бөлгенде 4, 4, 2, 8, азайтқанда 0. Жауабы 314. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.